Қайырлы таң. Бүгін бізде алғашқы эфир, алғашқы сабақ өтеді. Ең бірінші айтқым келетін дүние бұл 30 күндік тегін курсқа психологиялық тұрғыдан да, физикалық тұрғыдан да дайындалу керек. Себебі таңғы 6-да сабақ өткізуге және оны қарауға көп адамның жанұясы болмайды, көп адамдар ұйықтайды. Немесе болар еді кешкі уақытқа, түнгі уақытқа эфир өткізсек. 22:00-ге немесе 23:00-ге уақыт қоюға болар еді. Дегенмен де керісінше жаңа әдет ретінде таңда тұруды үйренеміз. Себебі басқа жасамайтын әрекетті жасау арқылы біз өсеміз. Жаңа деңгейді қалайсың ба? Демек, бұрын жасамай жүрген әрекетің жасау керек, бұрын ұйықтап жүрген болсаң енді ерте тұру керек. Бұл тек қана мен сіздерге айтып жатқан жоқ, бұл бірінші өзіме. Себебі тегін сабақ өткізудің өзіндік бір миссиясы бар, өзіндік бір жолы бар, мақсаты бар. Бұл бір құрдан құр тегін өткізе салайын деген сияқты ниетте емес. Ең біріншіден бұл миссия, бәлкім бұл миссияны кейін мен ең соңғы бір эфирлерде айтып беретін шығармын талдап. Екіншісі бұл жаңа тәжірибе алу үшін жасайын деп жатырмын. Үшіншісі бұл пайдамды тигізу. Яғни адамдарға бұл ақпараттарды беру арқылы шынымен де 30 күнде миллионер болуға болатынын көрсеткім келеді. Ол бір қиын іс емес екенін, миллион дейтін бір ужасный, бір мүмкін емес, зат емес екенін көрсеткім келеді. Төртіншісі бұл әрине өзімнің эксперттілігімді көрсету, одан сайын маман ретінде өзімді таныту, шығару. Себебі соңғы уақытта менде бір сторисқа немесе рилсқа дейтін сондай бір, қалай айтсақ болады, құмарлық дейміз ба, бір интерес дейміз, қызығушылық жоғарылып кетті. Ал аудио форматқа, яғни телеграм маған қазір өте ыңғайлы болып жүр. Сонымен қатар осылай тікелей эфир, яғни тікелей сөйлесу, адамдармен тет-а-тет жұмыс, жеке сөйлесулер, жеке разборлар, осы нәрсе қатты қанаттандырып жүр, осы жақ қызық. Сол үшінде бұл 30 күн бойы өзіме де бір челлендж, вызов деп айтсақ болады, әрі пайдалы болу. Осындай. Енді бір айтқым келетін дүние, бүгінгі сабақ әлдеқайда кіріспе, және бұдан кейінгі сабақтарда біз кішкене тереңнен кіретін боламыз. Ақша темасына, мышленияға, миға ең қарапайым түсінікті тілмен жеткізуге тырысамын. Бірінші айтқым келіп жатқан зат, біздің ми системамен жұмыс жасайды. Біз системадан тұратын адамдармыз. Бізде қоғамына, мемлекет болсын, барлығы белгілі бір системаларды насихаттайды, сол нәрсемен жүруге үйретеді. Әрине бізде жүйе болмаса, онда хаос болып кетеді. Дегенмен де бұның жақсы да, жаман да жағы бар, әрі адамның елеп ескермейтін үйреншікті болып қалған системалар да бар. Бұл тікелей ақшаға да, қарым-қатынасқа да бізге әсер етеді. Яғни айтқым келіп тұрған нәрсе, біздің басымызда мынандай нейрондық байланыстар бар. Үйреншікті, мысалы, мектептен кейін универ оқуың керексің, универ оқығаннан кейін қазір құр бакалавр уже үлкен бір рөл атқармайды, демек магистратура оқу керек, одан кейін уже жұмыс жасайсың, одан үйлену керек, тұрмысқа шығу керек. Болды, тұрмысқа шықтың ба, сразу сен қашан бала туасың дейді, бала туу керек и так далее. Яғни арты пенсияға шығасың, болды. Ақшамен тема бізде осындай бір көрініс табады. Бұл система, бұл ксроның заманынан келе жатқан дүние, біздің алдымызға дейінгі бір поколение солай өскен. Мысалы, қазіргі біздің заманды үлкендер андай қылтып көруі мүмкін да. Ой, қазіргі заман қиын, бұрын рахат еді, бұрын барлығы жеңіл еді. Неге? Себебі бұрын адамдар бас ауыртпайтын. Социалистік мемлекетте не болды? Дайында. Мысалы, барасың, мектебіңді оқисың, мектеп оқып бітіргеннен кейін техникумға барасың, институтқа барасың ба, әйтеуір саған оқу орны да дайын тұрады, оқисың, бітіріп болғаннан кейін жұмысың да дайын тұрады, барасың, сол жұмысты жасайсың. Бірақ артық сұрамайсың, ешкім алдында орысша айтқан кезде выпендриваться етпейді, понтоваться етпейді.
бәрі бір қалыпты бір деңгейде өмір сүреді. Бірақ қазір біз нарықтық заманда өмір сүріп жатырмыз, біз егеменді елде өмір сүріп жатырмыз. Дегенмен де мына мышление, ойлау жүйесі бір көп болған жоқ қой арада. Тек 91-да біз тәуелсіздік алдық па? Яғни оған дейінгі сол системаға үйреніп қалған халық, жалпы ойдағы ми сол нәрсені қайта-қайта жасай береді да. Яғни артық ойланғысы келмейді. Көп адамның ақша таппай жүруі, немесе қазір қарызда, кредитта, ипотекада да сөйтіп өмір сүруінің бірден бір себебі осы бір мышленияның андай ғой, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып тұратын ДНК деңгейінде қалып кеткен система. Осы ойлау жүйесінде жүрміз әлі күнге дейін. Бұл ойлау жүйесі тағы да айтамын, жаман немесе жақсы деп айтуға келмейді. Дегенмен де бұл бізге қазір миллион табуға, өсуге, көбірек ақша табуға кедергі келтіріп жатыр. Себебі мен миымда шаблонды ойлар өте көп. Немесе көп ақша табу үшін жаңағы көп жұмыс жасау керек. Бұл қаяқтан келген? Бұл да сонау заманнан келе жатқан нәрсе да. Яғни сен көп пахат етсең, көбірек қимылдасаң, бір емес бірнеше жерде жұмыс жасасаң, сен әр жерде жүріп ақша табасың. Яғни ақша табу үшін қолмен қара жұмыспен еңбек ету керек. Себебі бізді қара жұмысқа көбірек салды. Осы нәрсеге ғана жеткізді. Яғни білімге, оқуға, миды қосуға жеткізбеді. Тым ақылдылар шығып жатса не болды? Мысалы, күні кеше Оян қазаққа барып қайттық та. Қазір бір хит болып жатқан киноның бірі ғой. Мақсат андай да бұл жерде. Оқытпау. Бұл бұрында да болған, бұл қазіргі заманда бар. Қазір бізді басқа нәрселермен алдайды. Бұл туралы сәл кішкене айтып беремін. Бұрынғы заманда той жасайды. Ақылды болып бара жатсаң, оқып бара жатса, баспен жұмыс жасайтындар болса, олардың көзін құртуға ұмтылған. Неге? Себебі тым ақылды болып кетсе, тым күшті болып кетсе, байып кетсе, жағдай жақсы болып кетсе, ол қауіпті. Ол мемлекетке, үкіметке қауіпті болып кетеді. Тым ақылды болуға болмайды. Осы үшін де қара жұмысқа көбірек салды. Халықтың санасында әлі күнге дейін бар, бұл көп жұмыс жасау керек, сол кезде көп ақша табам. Бірден осы сабақтан кіріспеден бұл ойды алып тастайық. Көп ақша равно көп жұмыс емес. Көп ақша демек бұл миды қосу. Керісінше сен не ғұрлым мына жақпен жұмыс жасайсың, бос уақытың көп болады. Сен соғұрлым пайдалы нәрселер жасайсың да. Мысалы, мен қолым бос, в принципе, еріккен адаммын. Сол үшін де таңғы 6-да тұрып, 7-ге дейін, 8-ге дейін сабақ өткізем дейтін ниет қойдым. Егер мен таңертең 8-де жұмыс жасайтын, 6-ға дейін немесе 8-ге дейін жұмысым болатын болса, мен бұл нәрсені жасай алмас едім. Көп идеялар, жаңағыдай жынды-жынды бір атып кететін бизнес идеялар, жаңағыдай ғылыми бір техникалар, жаңалықтардың барлығы негізі еріккеннен пайда болады да. Либо еріккеннен, либо жалқаулықтан, болмаса шынымен де өте қатты білімді адам болады. Күні-түні кітаппен, күні-түні зерттеумен өмір сүретін адам болса, ол сол нәрсемен бір нәрсені ашады. Но 24/7 жүгіріп жүрген адам, ойлануға уақыты жоқ, ана жаққа жұмыс жасайды, мына жаққа жұмыс жасайды, келет үйге құлайтын адамның басы бос емес оның, миы бос емес оның, жұмыс жасайтын, ақша табатын, идея келетіндей, уақыты да жоқ оның, энергиясы да жоқ оның, ол физикалық тұрғыда оған жете алмайды. Адам еріккесін, бос жатқасында басқа идеялар келе бастайды. Сол үшін де көп ақша табу бұл көп жұмыс емес. Бірден алып тастайық. Енді қазір бізді қалай алдайды? Қазір бізде әлеуметтік желі бар, теледидар бар. Енді қазір бұрынғыдай теледидармен жаңалықтарды біз көре бермейміз. Дегенмен де әлеуметтік желіде, мысалы Инстаграмда, ТикТокта, Ютубта біз түрлі жаңалықтарды көре аламыз, естиміз, сол жақта салып қояды барлығын. Ал бұл жаңалықтардың барлығы, кез келген жаңалықтың барлығы, ол ойбай, сендер байып кетсінші, күшті болып кетсінші деген ниетте емес. Жаңалықтың түсірілу, жасалу процесінің барлығы үркіту, қорқыту, қорқыныш сезімін ұялату, жаңағыдай көтерілмес үшін, тым ақылды болмас үшін, ақша таппас үшін да примерно
сондай бір негативный әңгімелерді көбірек таратады. Бізде қалай? Жаман нәрселер тез тарайды ғой. Біздің миымыз жақсы нәрсеге фокус қоймайды. Біреу күшті болып кетіп жатыр десе, оның артынан жамандықты іздеп отыратын. Сонда енді тек қана бізде емес, біздің ұлттың бойында ғана емес, ол жалпы адамның бойында бар минусты көріп қалу. Даже күшті болып тұрған жерде минусты боламыз. Сәйкесінше жаман жаңалықтан біз керісінше, ойбай, ана жерде андай болып жатыр екен, білмеймін, мына жақта су алып жатыр екен, мына жерде жер сілкінісі болып жатыр екен, мынандай болайын деп жатыр екен деген сияқты түрлі бір негативтарды салу арқылы миды босатпайды. Тағы да біздің миымызға жаман нәрселерді әкеп тіреп қояды. Білмеймін, біреуге үйленіп жатыр, біреуді алдап жатыр, біреуді зорлап жатыр, біреуді өлтіріп жатыр деген сияқты әңгіменің барлығы менің миымда, санамда қорқынышты ұялатады. Егер мен балам болса, қызым болса, мен автоматты түрде ойлаймын. Так, ана жерде біреу зорлап жатыр ма, так, мен қызымды сақтандырып жүруім керек, қызымды қорғауым керек. Қазіргі заманнандай, немесе мошенниктер шықты, бір нәрсені ұрлады, білмеймін, ломбард, не бар? Түрлі сондай бір дүниелер болып жатыр деген жаңалықтар шығатын болса, болды, мен ақшамды тығып қояйын, ұрлап кетеді, маған біреу звондауы мүмкін. Анау мынау, яғни адамда уже автоматты түрде қорқыныштың инстинкттары көтеріле бастайды. Мен қорқа бастаймын. Дүниясы бар адам ба, ол тағы да қорқа бастайды. Мысалы, үйі бар адам болса, сондай жаңалықтарды көріп жүреді. Білмеймін, үйіме мынандай болайын деп жатыр, ипотека былай өзгерейін деп жатыр, анау мынандай болайын деп жатыр деген сияқты әңгімемен ол тағы үйі алып қойған болса, сол үйіне уайымдап жүреді. Яғни сыртқы жаңалықтардың барлығы адамның ішкі уайым, тревога дейміз ғой, қорқыныш, сондай бір ең төменгі деңгейдегі сезімдерді көтеруге бағытталады. Сәйкесінше адам осы нәрсемен ауырады. Яғни осы дүниемен адам қиналып қалады. Басы тағы да бос емес, ол жаңағы системамен жүр. Біз әуел баста айтқандай, біз белгілі бір системамен өмір сүріп жатырмыз. Ол система біздің қоғамда бар. Ол болу да керек дегенмен де, бұл системадан тыс немесе оған осознанно қарым-қатынасты біз жасай аламыз. Жаңалықты көрмеу, немесе жаңалықты көріп тұрсаң да, оған ондай сезімдерді бермеу, оған бір қатты тревожиться, паника болып, өзіңді шошындырмау, нормально деп қабылдауда. Бұл общество, бұл адамдар, бұл қоғам, бұндай болады деген сияқты өзіңді тыныштандырып алу, еріп кетпеу. Бізде не бар? Біз тез ермеміз да. Біз анағанда еріп кетеміз, мынағанда еріп, мынау бүйтіп жатыр, мынау сөйтіп жатыр деген сияқты нәрсенің барлығына тез беріп қоямыз эмоциямызды. Ал эмоция беру, бұл энергияны сол жаққа беріп қою. Бұл фокусыңды беріп қою. Сен фокусыңды ақша табуға емес, осы күнге дейін беріп келе жатсаң, тек керек емес заттарға беріп келе жатырсың. Бұл керек емес, білмеймін, блогерлардың өмірін қарау, біреудің өмірін өсектеу, жамандау, түрлі жаңалықтарды көру, кім-кіммен жүріп жатыр, кім-кіммен жатып жатыр, кім қалай ақша тауып жатыр, біреуді жамандау, біреудің байлығын білмеймін, көре алмау и так далее. Сенің бүкіл энергияң, бүкіл вниманияң, фокусың мына жаққа кетіп жатыр. Сенің хотя өз жолың бар. Адам ретінде сенің өзің бір миссияң бар. Сен просто так өмірге келген жоқсың. Сәйкесінше сен бұл сабақты қарап отырсаң, бұны да саған просто көрсетіп жатқан жоқ. Айналайын, оян, мына жаққа кір, фокусыңды дұрыста, ойыңды дұрыста, ниетіңді дұрыста, давай ақша тап деген бағытта бұл саған белгі деп айтсақ болады. Себебі мен бұл сабақтың жарнамасын жыртып жасаған жоқпын, айқайлап шулатқан да жоқпын, ешнәрсе істеген жоқпын, жай ғана сезім келді, ой келді, сосын жасайын деген сияқты болды. Сонымен қатар біз жаңағы әркімнің өзінің миссиясы бар ғой, жолы бар. Мысалы, мынау менің алдымда менің жолым тұрған. Бірақ адам не істейді? Өзінің жолынан шығып кететін жақтың біреудің жолына өтіп алады. Мамасының жолына өтіп алады, мамасының проблемасын шешеді. Жаңағыдай бұл көмектеспеу керек, басқа емес, бұнымен шатастырмаймыз. Яғни адамның алдына шығып кету. Немесе өзі тұрмыстағы әйел болса, күйеуінің жолына шығып кетеді, енесінің жолына шығып кетеді. Солармен алысады, соларға көңіл бөледі. Көңіл бөлу бұл жерде жақсы мағынада емес,
қырылысу, ұрысу, күні бойы соны ойлау, сол оймен алысу, өзіңді жеу деген бағытта айтып жатырмын. Немесе жаңағыдай мамасын уайымдап, осы менің білмеймін, либо әкесін уайымдап, сен уайымдағаннан, сен ойлай бергеннен пайда жоқ ешкімге. Сен не өзіңе көмектеспейсің, не өзгелерге көмектеспейсің. Ой, ол просто ой. Және ол өте көп энергия алатын бірден бір біздегі, не деп айтсақ болады бұны, самый кедергі келтіретін заттың да бірі. Мы — это всегда надежность, безопасность деген зат емес. Ми қуа береді негізі. Егер оны басқара алмасаң, егер оны жүйелей алмасаң, ол қудырта береді. Егер сен өзің сортировка жасамасаң, мына ақпаратты қабылдаймын, мынаны қабылдамаймын, мынаны тыңдаймын, мынаны тыңдамаймын деген сияқты өзің бүйтіп ара жігін шектеп, жаңағыдай бөліп талдамасаң, мына жаққа любой нәрсе кіріп кете береді. Сортировка сол үшін керек. И оны біз байқамаймыз, жан-жақтан кіре берген информация кіре береді, келе береді. Мен просто оны қабылдаймын да, впитывать етемін, мен сонымен уже өмір сүріп кетемін. Ой, бұл демек менің қазіргі әрекетіме айналады. Әрекетім демек әдетіме айналады. Әдетім демек менің өміріме айналып кетеді. Значит, өмірің ұнамай жатыр ма? Изначально қайтадан қайда барамыз? Ойға барамыз. Ойымды дұрыстауым керек. Яғни бүгінгі негізгі кіріспе сабақтың мақсаты да бұл ниетті туралау, ойларыңызды туралаңыздар. Отырып алып фрирайтинг деген бар. Вот бірінші тапсырма. Тұрасыздар жазасыздар. Басыңызда қандай ой бар, просто ойларды жазасыздар. Не ойлап жүрсіздер? Без разницы ол. Мен жазбай қояйын, мынау мелочь қой емес, каждый нәрсені жазыңыздар. Ананы істеп тастау керек еді, баланы апару керек еді, шашым түсіп жүр, шашымды что-то қарату керек еді, бетім бұзылып жатыр, бұған не болды екен, Айгүл кіммен жүріп жүр екен, менің бывшийымның қазіргі қызы кім екен, андай-мындай деген сияқты бүкіл басыңдағы ойдың барлығын аласың да жазып түсіресің. Сол кезде сен ашық көресің да, менің басымда не болып жатыр? Жазған кезде тоқтамай жазыңыз. Фрирайтинг деген сөз бұл еркін жазу, яғни тоқтамай жазамыз. Басыңда бүкіл ойды сал қағазға. Сол кезде көресің. Ол 10 бет бола ма, ол 20 бет бола ма, ол көп шығады. Сол кезде түсінесің, ана жерде не болып жатыр, қандай каша бар, қайсысы керек ой, қайсысы керек емес ой. Апаны уже қағаз бетіне түскеннен кейін оны көруде, сортировка жасауда, талдауда жеңілірек. Ал сен қағаз бетіне түспеген зат, непонятно ол жер, бардак болады. Сен мақсатыңда түсініксіз қазір, өзің қалауыңда түсініксіз, өміріңде түсініксіз, себебі мына жақта хаос болып жатыр. Сен миыңда не болып жатқан просто түсінбейсің, білмейсің. Осы үшін просто аламыз, жазамыз, саламыз барлығын. Жазып алғаннан кейін уже реттейміз. Менде мынандай керек емес ойлар бар екен. Мысалы, бывшийға қатысты, көп, мен жас қыздар қарайды, бұны айтпай қалу, болмайды да, махаббат отношения темасы. Бәрібір бар. Бывшийіңді ойлап жүрсің жазасың. Мен не үшін ойлап жүрмін оны? Маған қазір бұл керек пе? Мен оны ойлай бергеннен кім күшті болып кетеді? Мен күшті болып кетем ме, ол күшті болып кетем ме? Маған пайдасы бар ма дәл қазіргі сәтте, жоқ па? Езіп, бұрынғы махаббатыңды ойлап, сонымен өткен күндерді сағынып, деп жылап жүру маған қазір керек пе? Важны ма бұл нәрсе мен үшін? Жоқ әлде мен өзіме көңілімді аударып, өзіммен жұмыс жасайын ба? Жоқ әлде мен оны қалай қаратып алсам екен, қалай өміріне білмеймін, зиян тигізсем екен, қалай бір есіне түссем екен деген сияқты ойлармен жүру маған пайда бере ме? И так далее. Болмаса қарызым бар, күнде қарызды ойлай беру маған пайда бере ме? Жоқ әлде содан қарыз жабылып қала ма? Осылай отырып, өзің ойларыңа сортировка жасайсың, бұл маған керек емес, болды. Ана теманы мен жабам. Значит, маған қарызды күнде ойлай беру, ойымда ұстап жүру, ол маған қарызды жабуға көмектеспейді. Маған оның орнына ақша табатын ой керек. Ақша табатын идея керек. Андай ғой, сұрақ дұрыс қойыла бастаған кезде өмірде жауаптар шыға бастайды. Сен дайын болған кезде саған ақша келе бастайды.
Ал егер сен әлі деп бүйтіп қарызын ойлап ыңылдай беретін болсаң, ыңылдап отыра бересің. Өмірің ыңылдаумен өтеді. Оған ешкім кінәлі емес. Үкімет, білмеймін, ата-ана, андай проработкаға барып, терапияға, курсқа барып, менің әкем андай болған, әкем осындай болғандықтан мен осындай қарызда жүрмін, мені үйретпеген, финансовый грамотность деген бізде жоқ, менің шешем андай болған, менің бауырым мынандай болған деген әңгіменің бәрі бұл просто сылтау. Оны проработка етпеу керек, ол теманы талдамау керек деп айтпаймын. Ол болады, оны талдауға болады. Бірақ қазір мынандай мода болып кеткен сияқты, жай ғана өзіңдегі жауапкершілікті алып, ысырып тастауда. Потому что менде мынандай болған деп. Бәрінің басында травма болды. Бәрінде белгілі бір қиындықтар болды. Сен ыңылдап отыра бергеннен, немесе әр психологқа барып, немесе әр курсқа барып, бір теманы мыжи беретін адамдар бар. Бір тақырыпты алады да, барлық эксперттен өтіп шығады. Қарыз деген темамен барлық курстар қатысып шығуы мүмкін, бірақ қарызын жаппайды ол. Ол жақтан істеп жүреді, жаңа берілген тапсырманы орындамайды, тыңдамайды, оны істейді. Бүкіл чатта, бүкіл жаңа консультацияның барлығында мен осындаймын, мені аяндаршы, мен жертвамын, мен қарыздамын, маған осылай ешкім көмектеспейді, менің әкем осындай болған, менің анам маған бүйткен, мен аяныштымын, маған забота көрсетіңдерші, менің басымнан сипаңдаршы, мені жақсы көріңдерші деген зарлаумен жүреді. Не сен өзің үшін андай ғой, мен всегда айтам, дәл қазір де айтқым келеді. Сен шешесің, бұл тегін курстан 0 ақпарат алып кеткің келе ма, оны сен бір шешесің. Немесе тегін жерден кеп жаңа миллионға тұрарлық білімді алғың келе ма, оны тағы да сен шешесің. Также ақылы курсқа бардың ба, терапияға бардың ба, менторлық, қайыққа барсаң да, ақылы түрде бір нәрсе алсаң, одан не алатынды сен шешесің. Себебі сен барып тұрсың, сен алып тұрсың. Басқа біреу емес. Курстар көмектеспейді, бәрі оңбаған деп айту. Мен просто өзім курс жасағаннан оны айтып жатқан жоқпын. Әрине сапасыз дүниелер бар, пайдасыз дүниелер бар. Көшіріп алып просто жасай салатындар бар. Мәселе ондай емес. Мен именно психологиялық тұрғыдан, қазір блогерларға қатысты, бұл именно психологиялық тұрғыдан мәселеңді шешуге барған кезде, сен консультацияға, курсқа қатысасың ғой. Сол кезде барған кезде маған көмектеспеді емес, сен просто ыңылдап жүре беруді өзіңе таңдап алсаң, және ыңылдап жүре беру ұнаса, ол сенің жауапкершілігін. Ал егер сенде таңдау болса, және ол жақта мен мына кісіден мына нәрсені алам деген четкі нәрсемен баратын болсаң, сен сол затты алып кетесің. Себебі адам неге ниеттенеді, түбі соған жетеді. Изначально оның ниеті ыңылдау болса, жертва бол просто махаббат алып, внимание алып сөйтіп отыру болса, ол түбінде сол нәрсеге жетеді. Оған ешкім кінәлі емес. Егер сенің изначально мына тіпті осы 30 күндік тегін сабақтан білім алып, мен осы сабақ арқылы миллион табамын дейтін ниетім болса, сен иншалла табасың. Әр адам өзінің ниетінен табады. Және мен оған көңіл бөліп, уақыт бөліп, энергия бөліп, тыңдап отырғандықтан, сен өзің шешесің, не алатынды. Мен шешіп бермеймін оны, мен айтып бермеймін оны. Сен өзің шешесің. Адамда таңдау деген дүние осы үшін бар. Біз жан-жануар емес, біз құс емес, біз жәндік емес, біз адамбыз, тұлғамыз, бізде ми бар, сана бар, сезім бар. Демек бізде таңдау да берілген. Тағдырға жазылып қойған деп ше. Тағдыр деген дүние бір бөлек бар, бірақ также таңдау бар. Мен күнде таңертең тұра салып таңдау жасаймын. Көңіл күйім қандай болатынына, қандай киім киетініме, қалай жүретініме, қалай баратыныма мен таңдау жасаймын. Сол сияқты не жейтініме, не ішетініме мен таңдау жасаймын. Қандай білім алатыныма, қандай кітап оқитыныма, қай жерде жұмыс жасайтыныма, қанша ақша табатыныма мен шешім қабылдаймын. Мен қандай шешім қабылдадым, соған сәйкес келе бастайды. Себебі менде запрос туындады. Мысалы, бұған дейін саған миллион, қазір 100 000 теңге тауып жүрген жоқсың, бәлкім 0 теңге боларсың. Миыңда невозможно миллион табу деген болса да, мен қазір айтқым келеді да,
Аллах үшін барлығы возможно. Оған түк те қиын емес. Демек не істейміз? Изначально ниетті дұрыстап аламыз. Мен өзімнің мына миыммен, тар миыммен әлемге қарамай-ақ қояйық, шектемей-ақ қояйық. Көңіліңе келіп тұрған ниетті қоямыз. Фрирайтинг, яғни барлық ойымыз түсіріп, саралап, шешіп алғаннан кейін отырып екінші жасайтын әрекетіміз бұл ниет қою. Бұл жақтан сен нені алып кетесің? Мен міне Фаризаның осы бір 30 күндік тегін сабағынан осы нәрселерді алам. Біреу емес, бірнеше жас. Мейлі білмеймін, тізім жас. Без разницы. Бірақ сен шешесің нені алатыныңа. Мысалы, бір адамдар бар. Маған тіпті жеке терапияға да келетін, жеке разборға да келетін адамдар бар да. Біреуі менің просто сенімділігімді алғысы келуі мүмкін. Сол нәрсе үшін келеді, шынымен соны алады, қайтады. Біреуі бар, ақша табуды үйренгісі мүмкін, соны алады, үйренеді, кетеді. Біреу отношениясын дұрыстағысы келуі мүмкін, махаббат, соның энергетикасын алғысы келеді, алады, кетеді. Также бір адамдар бар. Так, Фаризамен бөліп жарғым келмейді. Маған ақша да керек, маған махаббат та керек, маған денсаулық та керек, маған абырой да керек, сенімділік те керек, сенің четкісің да керек. Короче, мен сенен не бар, сендегі барлығын алам дейді да. Оның өзі шешеді. Және андай нәрсе жоқ та, точно результат бола ма? Бұдан бір нәрсе шыға ма? Бос әңгіме емес па? дейді да. Любой жерде нәтижені тағы да менің ниетіме қарай болады. Егер менде сенім болмаса, күмән көп болса, оған басқалардың кінәсі жоқ. Проблема менде тағы да. Яғни бұл жақта мен қазір ойбай сен жамансың деген сезімді беру емес, немесе сен білмеймін бір не тосын деген сезімді беру емес, керісінше стрелкаларды бұру арқылы өзіңе сұрақтар қойып, көтеру, ішкі өзіңді табу, ояту. Мақсат осы да. Андай қалып түсінбеңдер. Білмеймін, бізге ұрсайын деп жатыр екен, білмеймін, мен жаман екенмін, барлығы мен өзім кінәлі екенмін деген сезімді беру емес, чувство виныға түсіру емес. Керісінше тірілтіп, осы состояниеден шығарып, ақша жасату. Мақсат осы. Осы үшін де андай болып қалмасын. Жаңағыдай кінәлі сезімге түсіп кету дейтін болып қалмасын. Неге? Себебі бұл ең төменгі сезімдер. Ертең күнге сондай вибрацияларды алып көрсетем. Ең бірінші айтқым келетін зат осы ұялу, чувство вины, күмәндану, сенбеу, тревожность, уайым, қорқыныш. Бұның барлығы төменгі вибрация, төменгі энергия. Бұның барлығы андай состояниеда. Ең төменгі, ең бір адамды жейтін қиын состояниялардың бірі. Когда мен қуаныш, күлкі, махаббат, сенім, алғыс деген сезімдерді сезіне бастаймын, сол кезде менің состоянием көтеріледі. Осы үшін қазіргі сезімдеріңе мән бер. Үшінші тапсырма бұл сезімдеріңді жазу. Хотя бүгін тапсырма бермеймін, бүгін кіріспе деп жатыр едім, бірақ өте көп тапсырма кетейін деп тұр. Үшінші отырып алып сезімдеріңді жазасың. Менің мысалым құтырып жатыр, таң атпаймын. Қандай сезіммен жүрмін? Менде қандай сезім бар? Мен көбіне нені сезінем? Көбірек ұятты сезінем ба? Адамдарға сөйлеуге ұяламын ба? Қоғамда өз пікірімді айтуға ұялам ба? Бүкіл сол ұят дегенге байланысты бүкіл сезімдерін жазып шық. Ситуацияны жазып шық. Чувство вины. Кімнің алдында мен ұялам? Мамамның алдында ұялам мен. Әкемнің алдында ұялам мен. Сөйлеуге ұялам. Өзімді көрсетуге ұялам. Жаңағыдай чувство вины сезінем. Анама дым алып бермедім. Әкеме әлі дым істемедім. Ағам мынандай, бірақ мен оның алдында көп махаббат алып қойған сияқтымын. Көп назар маған беріліп қойған сияқты. Ал ағама ол берілмеген сияқты. Немесе ініме ол берілмеген сияқты. Барлығын алдында чувство вины жазам. Там білмеймін, подругамның алдында осындай чувство вины бар. Себебі мен оған бұлай айтып қойғанмын. Мен оның көңіліне теп қалған сияқтым. Содан әлі өзімді іштей кінәлап жүрмін. Жігітімнің алдында, күйеуімнің алдында, енемнің алдында. Бәрін жаз, айыйсың ба? Отыр да жаз. Кімнің алдында қандай сезімдерің бар?
және қаншалықты көбірек сезінесің. Ой, бұл ойнайды енді қазір қытырлатып кедергі келтірмес деп ойлаймын. Қандай чувство виналарың бар, соны жазып шық. Тағы да қорқу. Кімнен қорқасың? Мұғалімнен, мамадан, пападан, там білмеймін, атадан, әжеден, сырттағы вообще адамдардан, любой адамнан қорқатын адамдар да бар. Отырда жазып шығасың. Қорқыныш сезімі. Уайым. Нені уайымдаймын? Ертеңгі күнімді, ақшаны, там баланы, нені уайымдайсың? Денсаулығымды, отырасында жазып шығасың. Бүкіл уайымыңды түсіресің. Сол кезде түсінесің да сен. Қай кезде мен қуанам. Біз өзімізді танымаймыз, біз өзіміздің сезімдерімізді танымаймыз. Біз оны тұншықтырып тастағанбыз. Біз оны білмейміз, елемейміз. Сезім кебатма жаңағы чувство вины болып біреудің алдында ұялып жатырмын ба, оны аламын да жаңағыдай басып тастаймын. Айтпаймын ол сезімді ешкімге. Ол менің мына жерімде тұр. Ол мені құрап тұр, ол мен бүкіл тәнімді басқарып жатыр. Ойымды алып жатыр ол сезімдер. Байқайсыңдар ма? Именно сондай сезімдерді біз көбірек ойлаймыз да. Бірақ андай бақытты болған кезде, қуанған кезде біз басымызда ой болмайды ғой. Біз қуанамыз деп бір секіруіміз мүмкін. Үйтіп те қуанбайтын адамдар бар да. Типа, рахмет деп бетеріп тұратын адамдар да бар. Енді ол адам жаман деген сөз емес, ол адам просто эмоциясы жабылып қалған, эмоциясын көрсетуге қорқады. Немесе бізді немен жауып тастаған? Көп күлген бір жылайды, көп қуанба сен, есірме сен, көп мақтанба сен. Не болады? Ертең біреудің көзі тиеді, біреудің сөзі тиеді. Біттің сосын, жатасың, дымсыз. Айтпа құрсын ешкімге. Сондай адамдар ғой, мақсаттарын айтпайтын, бір нәрсе жасап алса тығып жүретін. Мысалы, менің өзімнің тоже кәсіпкер достарым болатын. Көлік алып жатыр, үй алып жатыр. Тіпті айналасынан достарына да айтпайды. Тіпті әке-шешесінен жасырынып алып қойған жаңағыдай түрлі недвижимостьтар бар. Тығып жүрген дүниелер өте көп та. Айтпайды, неге? Себебі біреудің көз тикпейді, сөз тикпейді дегеннен бір бөлек қорқынышы бар да. Я, көз тию бар, бұны отрицать етпейміз. Бірақ оның арты үлкен бір қорқынышта жатыр да. Ол адам қатты қорқады. Оның байлығын біреу тартып алатындай, оның дүниясын біреу жаңағыдай, білмеймін, көре алмай қалатындай, біреу өртеп жіберетіндей, біреу бір қасақана бір нәрсе істеп жіберетіндей қорқып жүреді. Всегда қорқынышпен өмір сүру. Ой, ол жақсы нәрсе емес. Адам өскен сайын адамның темный сторонасы дейді ғой. Сол нәрсесі бірге өседі. Сен ертең ақша таба бастаған кезде мына жақта сезімдерің сенімен бірге бетінен болып өседі. Ана қорқыныш ол жабылып қалмайды. Ол біргенен болып өседі. Қорқынышың өседі, күмәнің өседі, уайымың өседі. Жаңа чувство вины одан сайын көбейеді. Көп ақша тапқан сайын. Одан сайын жаңағыда ұялатын боласың. Бәрі күшті болып кетпейді. Андай адамдар бар ғой. 4-ші тапсырма осыны берейінші. Ертең мен бай болғанда, ертең ақшам болғанда бүйтемін, арықтаймын, фитнесқа барамын, күшті киінетін боламын. Бай болғанда мен оқимын, кітап аламын, курс аламын, консультацияға барамын, тісімді емдетемін, көзімді қаратамын, аяғымды емдеймін, бір нәрсе, шыр нәрсе деп кете береді ғой. Йогаға барамын деген сияқты. Ақша болғанда ғана істеймін дейтін заттардың барлығын жаз. Тағы да тізіп жазасың. Потом деп жүрген тірліктің барлығын тізіп жаз. И по факту айтайын, потом деген нәрсе болмайды. Сен қазірден бастайсың. Соның ішінен алып бастайсың, біреуін аласың да, қазір жасай алатын шамаға келетін мүмкіндікпен. Мысалы, енді сен потом бай болғанда бренд аламын дейтін болсаң, ол кішкене более разумно да, сен қазір барып бренд алып тастай алмайсың. Мысалы, потом бірақ мен арықтаймын, бай болғанда мен дұрыс тамақтанамын, бай болғанда мен дейтін заттар бар ғой. Кітап оқимын деген сияқты, немесе курсқа қатысам, өзімді жетілдірем, андай күшті болып жүрем деген сияқты. Денсаулығыма қараймын. Жоқ, қазірден баста. Қазір сен не істей аласың? Мейлі сен залға бара алмасаң, хоть үйде жаттығу жаса. Ютубта тегін былай тұр. Вокалға барамын, актерскийға барамын, мен йогаға барамын дейді. Ютубта аштап көр, жетеді.
тегін тұрған сабақ жетеді. Мен ақшам болғанда Құранға түсем, мен оқимын. Жоқ. Қазір аласың, қазір бастайсың істеймін деп жүрген тірлікті. Потому что бай болғанда деген нәрсе, бұл өзіңнің қазіргі өміріңді, здесь и сейчас өмір сүре алатын потенциалың бар, күшің жететін әрекетті болашақтың еншісіне сырып тастау. А вдруг бай болмай қалсаңшы? Сонда өмір бақи соны істемей, қазіргідей лағып жүресің бе? Қуып жүре бересің бе? Ол нәрселер қалаулар кеп тұрса, демек, қазір жасау керек та. Потому что бай болғанда сенің запросың басқа болады. Бай болғанда саған ана дүниелер қызық емес. Бай болғанда кітап оқимын, бай болғанда өзім дамытам дегенде. Ақша келген кезде ондай нәрселер емес. Сенің басыңа басқа идея келеді, басқа ой келеді. Қазір саған бір нәрсеге қалаушылық, ой, идея кеп тұрма, значит, ол қазіргі моментте керек маған. Ертеңгі күнге емес, ертеңгі фаризаға керек емес, қазіргі маған керек болып тұр. Сондықтан да сол идея кеп тұр. Мама, бүйтіп аузым қышып кетті шашымнан ба. Қазір маған керек болып тұрғаннан кейін ол нәрсе маған қазір келіп жатыр. Мен аламын да оны ертеңге сырып тастаймын. Біз байқайсыңдар ма, негізі көбінесе либо өткен өмірмен сүреміз. Бұрын мен андай едім, бұрын мен қыз кезімде күшті едім, мен активный едім, шустро едім. Сосын мына ситуация болды, білмеймін. Либо байға шықтым, басылып қалдым, құрсын ұят қой деп отырмын. Немесе университетке түстім, бір мектеп кезінде мен ашық күшті едім, бірақ университетке не көп, жаңағыда жақсы оқитындар көп, балалар көп. Мен өзімді көрсете алмаймын, біртүрлі ұялам, сосын маған ыңғайсыз. Сосын осындай болып қалдым. Немесе жаңағыдай жұмыс орнын ауыстырдым, бұрынғы жұмысымда күшті еді, бұрын андай едім, бұрынғы өмірім айта береді да. Бұрынғы неинтересно. Болашақ, это тоже вопросительный знак. Мен даже білмеймін. Даже мен қазір 5 минуттан кейін бармын ба, жоқпын ба, білмеймін. Сондықтан да болашақ тоже, я біз мақсат қоямыз, я біз не етеміз, но күні бойы сол нәрсені ойлау, немесе қазіргі өмірің жасай алатын амалдарыңды ертеңге ысыра беру, бұл жақсы емес. Мен себебі қазір өмір сүруім керек. Менің ертеңгі күнім қазіргі амалыма байланысты. Қазіргі мен кеп тұрған нүкте менің кешегі жасаған амалымның нәтижесі. Егер мен қазір минус 5 миллионда жатсам, демек мен кеше не то әрекет жасағанмын. Өткен уақытта мен лағып жүргенмін, қуғанмын, басым дұрыс істемеген, немесе қателіктер жібердім. Болды, я ол өткен уақыт. Я мен қателік жібердім. Я мен банкрот болдым. Я мен қарызға кіріп кеттім. Хорошо, мен 5 миллион қарызым бар. Мен жақсы оны мойындаймын. Мен қазір осыдан шығу үшін қандай амал жасай аламын. Ертең потом шыққанда мынандай болам, андай болам. Керек емес ол. Қазір мен қандай әрекет жасай аламын. Қазір мен бұны қалай жаба аламын. Андай емес, телефон жауып тастап, тығылып, бәрін блокқа салып тастап, андай бәрін скрит стори деп, бәрін стористі скрит етіп тастап, адамдардан тығылып, телефон звондап жауап. Жоқ, олай емес. Біреуден қарызым бар ма? Айтасың звондап. Так, мына Мажан, мен саған осындай қарызым бар еді. Бірақ қазіргі уақытта мен төлей алмаймын. Бірақ дегенмен мен ниетім бар. Алдағы айда мен саған осыншасын қойып берем. 10%, 20%, 50% қайтарып берем. Ай сайын. Маған кішкене қиын болып тұр, бірден қайтара алмаймын, бірақ бөліп қайтарам. Хабарласқан уақытын алам, осылай да осылай. Яғни келісу керек. Банкқа барып жасайсыз, новый график қоясың ба, жаңағыдай суммасын өзіңізге келетіндей етіп, төлей алатындай шамаңызға дейін сүртесіз. Бірақ банкпен де барып келсесіз. Жоқ болып кетіп, қашып кетіп, телефон бәрін жауып тастап, қарап отыр. Проблеманың шешімі ол емес. Бұл кішкентай баланың әрекеті. Кішкентай бала ғана бәрін блокқа тығып тастайды, отырады. Мен дым білдірген жоқпын. Я белая пушистая, деп отырмайды, отырады да кішкентай бала. Ересек адам не істейді? Барлығын алады мойнына. Я мен осындаймын, я мен осылай жасадым, осылай айттым, осындай қарызым бар. Бірақ мен төлеймін. Мен қашпаймын ол нәрседен. 5 миллион ба, 5 миллион жабамын мен. Яғни адам тағы да ниеттенсе, сол ниетке жетеді. Егер мен жабам деген сияқты ниетке тұрсам,
маған соның ыңғайы келе бастайды, мүмкіншіліктер келе бастайды, ұсыныстар келе бастайды. Мен ырбиып деп отыра беретін болсам, ол қарыз өздігінен жабылып кетпейді ғой. Андай өліп қалам дейтіндер ғой, манипуляторлар. Айналайын, сен өліп қалсаң да ол қарыз бәрібір төлейді ғой, ол қашып кетпейді ғой қарызың. Тіпті адам өлген кезде сұрамай ма, мынаның біреуге қарызы бар ма деп. Кімге қарызы бар? Қарызы бар болса кім төлеп береді? Әкесі сен төлеп бересің ба? Шешесі, ағасы, көкесі кім бар? Кім төлеп береді? Төлеп береді бәрібір түбінде. Яғни өліп қалу вообще шешім емес. Ақша үшін өліп қалу, жігіт үшін өліп, жалпы андай ғой, өз-өзіңе қол жұмсау дұрыс емес әрекет. Бұл шешім емес. Өмір ақшамен, қарызбен бітіп қалмайды. Өмір настолько прекрасный, керемет. И оны көру керексің да сен. Какой-то бір мелочь үшін өліп қала салу, мына жақта саған келетін көп мүмкіншілікті, көп байлықты, көп жаңағыдай несібені сен ысырып тастап жатырсың. Мейлі сен минус 5 миллионда бол, 10 миллион, 20 миллион, 30 миллион, 500 мың, 50 мың теңге, мейлі қаншалықты қарызың болса да. Сумасында емес, оның ауыртпашылығы бір дейді. 50 миллионның сезіммен 1 миллион қарыз бар адам екеуінің сезім жүрген сезімдері шамамен бірдей болады да. Мәселе сумасында емес. Бірақ бір айтатын сәт, егер сен қазір минуста жүрсең, демек сен плюста да жүре аласың. Минус 5 миллионда жүрсең, значит сен плюс 5 миллион таба аласың. Зараз таба аласың еще. 50 миллионда жүрсең, минус плюс 50 миллион таба аласың. Бұл андай сүйіншілейтін жақсы хабардың бірі да. Просто менің қазіргі миымның состояниясы минуспен ғана көріп тұр. Плюсты көре алмай тұр ол. Бұл жаман емес. Яғни мен емкостымда минусқа кетіп қалған, бірақ маған сонша ақшам мына жағыма сияды. Это прекрасно, то, что менге минус 5 миллион дұрсым. Значит, мен қандай да бір шешім қабылдағам, қандай да бір бизнес бастағам, қандай да бір курс оққан жағым. Қытай мен бизнес па, SMM-ді оқыдың ба, білмеймін, таргет оқыдың ба, продюсер болдың ба. Әйтеуір бір нәрсені бастадың, бір әрекет еттің ғой. Қателеспеген адам жетістікке жетпейді. Қателесу арқылы мен сабақ алам, сол сабақтар арқылы мен деңгейім өседі, сол арқылы мен жоғары деңгейге шығамын. Жаңа деңгейге шығып отырамын. Егер қателеспейтін адам болса, қазір мен нөлмін, мен күштімін. Жаман демеймін, тоже мен күштімін. Бірақ ол адам дым әрекет жасамаған болуы мүмкін, поэтому ол нөл болып отыр. Ол не минус емес, не плюс емес, ол просто тұр. Дым әрекет жасап атқан жоқ да. Жасайды, кішкене жасап қояды, отырады. Яғни үлкен, серьезный бір әрекеттер, тәуекелдер жасамайды. Сондықтан ол білмейді ана жақтың да сезімдерін. Мына минусқа кеткен адамның бір жақсы ол тәуекелге барған. Ол попытаться еткен, попытка жасаған. Андай болып қалды, біреуін көтер, біреуін түсірген сияқты. Суть ол жағын ондай бағытта емес та. Просто минуста жүрген адам, значит, бір нәрсе істеген да ол. Бір нәрсеге ұмтылған. Сол үшін ол минуста. И это хорошо, что тағы да ұмтылу керек, тағы да бір попытка жасау керек. Андай ғой, мысалы, су тама берсе, бір күн ол тесіп шығады. Үлкен суға айналады. Сол сияқты да. Сен қазір бір әрекет жасадың, минусқа кетіп қалдың. Хорошо. Өмірден түндіп кетпей, оған өзіңді көтер. Неге мен бұны айтып жатырмын? Себебі көп адам страданияда жүреді. Минустың буы сәл қаттырақ болады да. Жанға батады. Адам қиналады, бір өзі сияқты, ешқашан шыға алмайтын сияқты, ешқандай жолы сияқты болып көріну мүмкін. Бірақ бұл приговор емес. Яғни, бетіп маңдайыма деп басып берген печать емес ол. Өмір сонымен бітіп қалады деген сөз емес. Күн мен түн сияқты нормально, ауысады, шығатын күн келеді. Просто оған тағы да мен істеуім керек, шешім қабылдауым керек. Өзіме осы нәрсенің барлығын жабамын, болды, мен енді бай болам. Мен көп ақша табам. Осы нәрсеге келу. Минусқа кетудің өзіндікпен тағы да
мышлениясы бар, оның психологиясы бар. Ол туралы бәлкім алдағы эфирларда ашығырақ талдап айтатын боламыз. Жалпы бұл тақырып қызық болса, осы видеоның сақтаймын, соның астына міндетті түрде жазыңдар. Міне менің қарызым бар, бұл тақырып қызық, давайте талдайық деген сияқты. Немесе нөлдер есімен мен нөлдемін, бірақ мынандай нәрсені бастағым келіп жатыр деген сияқты жазсаң болады да. Сол арқылы мен түсінемін, адамдарға қазір не беру керек, сендерге қазір не актуально. Коммуникация болса, кері байланыс болса, соғұрлым түсініктірек болады. Мен по факту конкретный сендерге керек нәрсені айтатын боламын. Осындай. И тағы бір айтқым келетін зат, жаңағыдай ғой, минустан плюсқа шығу ол өте жеңіл. Себебі арасы бірақ қана қадам. Также нөл болып тұрсаң, плюсқа шығу оңай. Себебі сен нөлсің, сен минусты отрабатывать етпейсің, бір жақсы жері. Сен сразу плюсқа әрекет жасайсың. Это тоже жақсы. Егер қазір плюста болсаң, қандай да бір 200 мың, 500 мың бір табысың бар, дальше өсің 5 миллион өсің деп жатырмын. Это тоже хорошо, саған тез секіруге болады. Яғни әр нәрсе сайын жеңіл да ол. Мысалы, минустан нөлге шығып алсаң, нөлден әрғай плюсқа шығып кету оңай. Плюста тұрсаң, плюстан әрғай өсіп кету оңай. 1 миллион тауып тұрсаң, 10 миллион табу оңай. 1 миллион тапқан бас 10 миллионда табалады. 10 миллион тапқан бас 100 миллион табалады. 100 миллион тапқан бас 1 миллиардта жасай алады. Өте жеңіл. Және бүгінгі тағы бір айтқым келетін зат, ойлай бермейміз. Мыжытып ойлай беру, просто жүре беру, бұл біздікі емес. Бірден ересек адам болып кіреміз. Мен мынандай едім, мен жертвамын, маған аяшы, маған бүйтші, басымнан сипашы, тегін білмеймін, консультация өткіші, жекеңе алшы дейтін адамдар сразу жазбаймыз өйтіп. Позиция ондай емес. Андай ғой, қазір мынандай болып кеткен сияқты. Қайыршылық бұрын тек ақша сұрап отыр адамдарды қайыршы деп айтады едік қой. Қазір бір қайыршылық осындай бір онлайн стадияға өтіп кеткен. Мен дейтін мынандай жағдайда едім, маған бүйтіп өткізіп беріңізші, потом мен сізге ертең жақсы болғаннан кейін осының ақысын қайтарып берем, Құдай көріп тұр ғой, андай екі ортаға Алланы салады. Өзінің бейшаралығына Алланы салып қояды. Одан қала берді, баласын салады, либо мен балам ауырып жатыр, балам андай болады. Бірақ Инстаграм ашып қалсаң, кәдімгі адам өмір сүріп жатқан негізі. Ауру бала жоқ, ана жерде қиналып жатқан адам жоқ, нормально өмір сүріп жүрген адам. Бірақ жертва болып көріңіз, это чувство на жалость басқысы келеді. Мен ешкімді аямаймын, себебі мен аяйтындай, мен бір бекен, биік адаммын, сендер бекен, төмен адам емессіңдер. Изначально осы қарым-қатынасты құрып алайық. Бізде қарым-қатынас мынандай емес, мен төменнен мынандай астан қарап тұратын адам емеспін. Бастық пен қызметкер сияқты, мұғалім мен оқушы сияқты жазалайтын, тапсырма орындамаса ұратын, соғатын, қырылысатын. Бұл менің позициям емес. Біз ересек адамдармыз, екеумізде бір деңгейдеміз. Осындай. Бір деңгейдеміз. Мейлі сен қазір минус 5 миллионда бол, 10 миллионда бол, 50 миллионда, бәрі бір деңгейдеміз. Біз адамдар қазір ойлайды, ақшаның деңгейімен ойлайды, салыстырады да. Мен мына кісімен сөйлесе алмаймын, мына кісінің алдында кішкене өзім төмен сезінем. Жоқ. Бәріміз бір-бірдейміз. Міне білмеймін, басқалар қалай жұмыс жасайды, не знаю, но өзіме кейін осы нәрсе айтамын. Біз бірдей адамдармыз. Сен де, мен де екеуміз бірдейміз. Бірдей сөйлесе аламыз. Не надо бұл жерде жертва болып. Мен аяшы, Фариза, мен байғұс едім, мен бір бейшара едім, маған көмектесші, бүйтші. Керек емес. Ересек адам бол да, адам сияқты ситуацияны жаз. Жеке жазсаңдар болады, жеке консультацияға жазылсаңдар болады, диагностикаға жазылсаңдар болады. Проблемаларым жеке талдағым келеді, мен жеке жұмыстағым келетін сенімсі, не жоқ, мәселе жоқ. Жоқ, маған бұл керек емес, бойбай дейтін болсаң, тегін де көре бір. Бұл жақта да мәселе жоқ. Бұның да пайдасы бар. Просто айтқым келе жатқан нәрсе, дайректке жазатын болсаң, мәселеңді жазатын болсаң, ой, бұл оқымайды деп емес, адекватно адам сияқты жаза бер. Ойыңды, алып жатқан дүниеңді, түсінгеніңді, осознанияңды, тапсырма орындағаннан кейінгі инсайтыңмен барлығымен бөлес дайректте. Тем более, бұл жақта қазірге адам аз тұр. Мен барлығын оқимын, кері байланыс беремін, сөйлесемін, көбірек коммуникация жасайтын болсақ, көбірек наоборот алмасатын болсақ, соғұрлым жақсы нәрсе шығады. Тығылып андай деп оқып отырудың қажеті жоқ.
тығылмаңыздар. Проявляйтесь, наоборот, көрсетіңіздер, шығыңыздар, айтыңыздар. Адам адамға керек. Бұл нәрсенің де мақсаты осы да. Андай ғой. Адам өз басы ашып атқан кезде проблеманы сыртынан көре алмайды. Бұл проблеманың ішінде жүреді. Кез келген жағдайда. Баласы ауырып жатса да, ол аурумен басқарып жатады да, онда емін бір адекватный жолын ойламауы мүмкін. Қарызда жүрген адамда ол қарызын ғана ойлайды, одан құтылудың жолын көрмей жатқан болуы мүмкін. Болмаса отношения жүрма, ол отношениядегі жаңа қателігін, не дұрыс емес екенін түсінбей жатады да. Потому что ол ішінде жүр сол жерде. Системада жүр, жаңа әуел баста айтқанымыздай, ол системаның ішінде. Системадан шықса, бүйтіп сыртынан қараса, ол уже көре алады да проблема. Так, мынаны былай ауыстырып жүрсе, мына жерді бүйтіп жүрсе, нормально болып кетеді екен ғой. Менің қызметім по идее осы. Яғни со стороны көре аламын да, не істеу керек, қалай істеу керек, нені реттеу керек. Ақшадан сенде қай жерде проблема болады, қай жерін реттеу керек, қай жерін дұрыстау керек, понятно болады. Ал адамның өзіне-өзінікі көрінбейді. Осындай. Тағы бір айтқым келген дүние, бұл жаңағы айттық қой, ересек болу. Ересек болу ұнамайтын жұмысқа бара беру, ұнамайтын адамдармен сөйлесу, ұнамайтын әрекеттерді жасау, бұның барлығы тағы да энергияны слив жасайды. Ересек адам өзіне ұнамайтын нәрсені айтады, немесе жасамайды, болмаса келіседі, аузымен сезімдерін шығарады. Маған мына ұнамайды. Маған былай менімен дөрекі сөйлескен ұнамайды. Маған жеке басыма өткен ұнамайды деп ауызбен айту арқылы мәселесін шешеді. Бізде көп адам ұнамайтын жұмыс жасайды. Немесе 8-ден 6-ға дейін болса да ешқандай ақысыз, яғни дополнительный тағы да жұмыс алады. Біреуге жоқ дей алмайды да, біреудің жұмысын қосымша алады. Оның сондай үндемейтінін, көнбістігін басқалар тағы келіп пайдаланады. Ол немесе бастыққа жағыну үшін, анаған күшті болу үшін сверхурочно дейді ғой, сөйтіп жұмыс жасайды. Ол при этом өзінің құндылығын сөйтіп жүріп жоғалтып алады. Ондай сотрудник болудан ценить етеді деп ойлайды ғой негізі адамдар. Жоқ, сен просто удобная болып кетесің. Также в отношениях, егер сен тоже қарым-қатынаста жарай деп келісе беретін болсаң, сен күшті, классная, ойбай, сен жақсы көремін, супер емес, белгілі бір уақыттан кейін бұл сен оған скучный болып кетесің, потому что сен любой нәрсеге көне бересің. Сенде жеке ой жоқ, жеке пікір жоқ, жеке уақыт жоқ, құндылық жоқ, келісе бересің. Осы үшін просто айтып үйренеміз. Ұнамай ма? Ұнамайды. Жұмыс жасау керек па? Мен жұмысыңыз жасап берем, бірақ қосымша ақыға. Немесе өздерінің қызметтерін сата алмайды. Жұмысы күшті, жақсы жұмыс жасайтын адам болуы мүмкін. Білмеймін, там дизайнер дейікші. Ол күшті дизайнер, күшті жасайды барлығын. Бірақ 5.000 теңге деп отырады да. Хотя оның қызметі там 15.000 теңге тұруы мүмкін. Бірақ ол жарайды 5.000 теңге деп отырады. Немесе жаңағы танысым ғой, туысым ғой, бауырым ғой деп тегін жасау. Немесе соншалықты арзан жасау. Жоқ, бұндай нәрсе болмайды. Ақша табуға келген кезде тегін беру, немесе арзанға беру. Қанша танысың болсын, досың болсын, туысың болсын, бауырың болсын, кім болса да, ол ақысын төлеу керек. Біз ересек адам жаңағыдай ғой, мен күштімін, біз осы жерде балансты бұзып аламыз да, мынандай дәрежеге түсіп қаламыз. Мен белгілі бір уақытта төмен болдым. Мысалы мен оқушы мен мұғалім болған кезде, мектеп кезінде, мен осы деңгейде тұруым керек. Егер мен осы деңгейде тұрмасам, мына кісінің айтатқан қабылдай алмаймын. Потому что мен әлі әріп білмеймін, әлі жазу білмеймін, дым білмеймін. Но егер мен ересек адам болсам, қандай да бір ісім бар да, қандай да бір әрекет жасаймын, жұмысым бар, мен при этом осындай үлкен бола тұра, мынаған бүйтіп тұрып сөйлесе алмағандықтан, бүйтіп сүміреп, түсіпші, дей беретін болсам, ересек дейтін құндылығым қалмай қалады. Мен керісінше өзімді жоғары санап, білмеймін, туысқаныма тегін берейін деп тұрмын, көмектесейін деп тұрмын да. Мен түсінемін, егер менде артық болып тұрса, менде бір артылып жатса, жаңағыдай ол садақа ретінде, бір қайырымдылық ретінде, немесе от души бере алатындай деңгейде болса,
бере салу, жасай салу проблема емес. Но когда сен өз-өзіңе притык тұрсың, и при этом сен мынаны байғұсты бейшара деп ойлап тұрсың ғой, бұның ақшасы жоқ, бұған мен арзанға берейін. Жаңағыда мысалы мен 15 000 теңге деп қызметімді айтқым келмейді, мен не істеймін? 5 000 теңге тұрады, жарайды, саған 5 000 теңге болсын деп айтамын да. Потому что сен ана переводы негізі былай да, сен бейшарасың, байғұссың, сен ақшаң жоқ екенін мен білем ғой, басқа біреу емес, мен қасыңда жүрген адаммын, мен білем ғой сен бейшара екеніңді. Сондықтан саған 5 000 теңге. Ана адам урама маған 5 000 теңге істеп береді, негізі сөйтіп алады ғой. Бірақ егер алып қарайтын болсақ, менің отношением свысока болып тұр да. Мен уже бейшараға теңеп, ол байғұстың ақшасы жоқ қой деген ниетте болмаса да, мен подсознательно вертикальные отношения жасап тұрмын, жоғарыдан қарап тұрмын, бүйтіп, кім айналайын деп. Бұндай отношенияда өсу болмайды. Ол адамға ол жасап берген әрекетіңнің пайдасы болмайды. Мысалы, менен де келеді адамдар, консультация өткізші, бүйтіп берші маған, сөйтіп берші, скидка жасап берші деген сияқты. Қазір бұнда менде абсолютно жоқ. Бірақ ең алғаш жылда бастаған кезде мен де тегін істейтінмін, болатын в том момент. Мен көргенім, ол адамдар не рахмет айтпайды саған одан кейін, не оған сен жасап берген жаңа қызметіңнің оған пайдасы да болмайды. Үшінші сені кеп обесценивать етеді да, бұл не айтады құрсын, соны кітаптағы дүние айта салады, бұл не біледі дейсің деп сөйтіп айта салады. А егер когда адам сол жаңа 15 000 теңгесін қалтасынан жырып берсінші, анау сенің айтқаныңды дұрыс қабылдайды, тыңдайды, жасайды. Бұрын қымбатқа сатқан сайын негізі адамдар қазіргі байқаған. Бұрын арзан жаққа да жұмыс жасап көрдім, мен қымбат жаққа да жұмыс жасап көрдім. Арзанға сатқан кезде адамдар оны бүйтіп өткіз 20 000 көп затты. Но когда саған адам 100 000 теңге төлеп, миллион теңге төлеп келген кезде қарсыласпайды да, сенімен соғыспайды да, саған ешнәрсе дәлелдемейді де, тапсырманы орындамай қашып жүрмейді, оны істейді. Бүйтіп кеп отырады алдыңа. Не айтасың? Бәрін жазады, жасайды, и четко по факту келіп отырады да. Относительно оның нәтижесі де күшті болады. Неге? Потому что ол әрекет жасап жатыр, ода қандай да бір ниет болып жатыр, процесс болып жатыр. Ал тегінді адамдар тағы да не істейді? Көрмейді, қарамайды, жасамайды. Немесе там арзан болғанда. Ладно, құрсын 5 000 теңге ма? Андай адамдар бар, 5 000 теңге, 10 000 теңге курстан алып қояды. Потом көрем. Потом қарай салам. Дейді да, ол доступы бітіп қалады, сонымен бітті, қаралмай қалады. Ондай 1000 курстардың бар шығар, наверное, думаю. Сол үшін де тіпті қазір айтқым келіп тұрған зат, мысалы, мына нәрсе тегін берілейін деп жатыр ғой. Кейін көріп алам, потом орындайым тапсырмасын емес, жинақталып, өзің үшін. Шыны керек, ешкімге не холодно, не жарко сенің бай болғаныңнан, сенің ақша тапқаныңнан маған бір пайда жоқ, маған бір күшті бір нәрсе болайын деп жатқан жоқ. Бұл саған керек дүние. Бұл мүмкіндікті көре білу керек, бұны да пайдалана білу керек. Тегін ғой, етін көріп ала салам, етін жасай салам. Болмайды, сөйтіп жүрген күннің өзінде де 30 күн өтіп кетеді. Уақыт былай қазір өте тез өтіп кетеді. Үлгермей қаласың. Күндегісін күнде қарап, істеп, орындап жасамаса, күнің өтіп кетеді. Дағдылана беріңдер. Күнде таңертең 6-та тұруға, 6-та эфирда отыруға дұрыс. Значит, 5:30-да тұрамыз, 6-та эфирда отырамыз. Дайындалып, жуынып, андай қалғып мүлгіп, деп төсекте жатып алып қарау жоғынан. Тұрамыз, реттелеміз, жазамыз. Қараймыз, орындаймыз, кері байланыс береміз, активный боламыз. Пайдалы болма, бүгінгі эфирді аламыз, скрин жасаймыз, сторисқа салынып, басқалар көрсін, басқасына да пайдасы тисін. Сол кезде біз өсеміз. Сол кезде біз ақшада таба аламыз. Сол кезде біз өзімізді дамыта аламыз. Қандай да бір режимға кеп қаласындар 30 күнде, әдет қалыптасады, үйреніп қаламыз. Жасалмаған іс ол жаңағыдай тағы да кейінге ысыра бері ғой. Ертең уақыт болғанда, ертең бір нәрсе болғанда, ертең демалыста. Никак сен ертең демалысқа келген кезде сенде қанша тапсырма болады? 50 тапсырма болып қалатынша, сен 50-дің бәрін орындамайсың. Бастапқы 1 күннен бітті, шаруаң бітеді. Сол үшін де күнделікті әрекетті күнде жасап үйренеміз. Бүгінгі эфир осымен негізі аяқталды. Негізгі айтқым келген нәрсе бұл ниетті туралап алу.
әр адам өзінің ниетіне қарай алады, және туралап алыңыздар. Не алғыңыз келеді, не үшін келе жатырсыздар, не үшін бастайын деп жатырсыздар. Бастайсыздар ма, четко уақытпен, графикпен тоже келеміз. Сағат 10-да ұйықтаймыз, таңертең 5:30 тұрамыз. 11-де ұйықтаймыз, либо 5:30-да тұрамыз. Қаншада ұйықтасаң да 5:30-да тұруды әдетке айналдыру. Себебі таңда бекерден бекер айтпаған. Бұл дінде де бар, бұл психологияда бар. Яғни таңда ризық бар дейді. Таңда несібе бар дейді. Таңда продуктивность жүреді. Көп адам ұйықтап атқан уақытта керісінше амал етіңдер. Қазір енді күз келе жатыр, суықты уақытта адамдар еткісі келмейді, ондай жылы көрпесінен шыққысы келмейтін, лишь бар ұйықтап алсам екен, осенняя хандра, депрессия, апатия деген әңгімелер басталады. Жинақталамыз, депрессияқты қоямыз. Неғұрлым тез тұрасындар, соғұрлым жақсырақ болады. Осымен бітті. Бүгінгі эфир пайдалы болған болса, өздерің алған ойлар болса, инсайттар болса, міндетті түрде бөлісіңдер, жазыңдар, айтыңдар. Мен өте қуаныштымын бұны бастағаныма, себебі бұл маған да қызық. Алда көремін сен не болатының. Барлығымызға сәттілік.